Assalomu alaykum. Bu sabaqda sizlarga Weibo platformasini жүктеуді және ішіне жасап көрсетемін. Ол үшін Googleға, Safariға, Яндексқа Weibo деп жазамыз. Weibo скачать деп жазамыз. Weibo скачать деп жазған кезде, в основном мына Weibo'дың бірінші аккаунтына кірмейді сайтына. Қазір кіріп көре салайық, на всякий случай. Бізге мынау Weibo Сингапур дегенге бүкіл ноутбуктан кіре береді. Ескі ноутбук болсын, жаңа ноутбук болсын, осыдан кіре береді. Сол себептен қазір көрейік. Сіздерде егер осы бірінші өзінің Weibo'дың официальный аккаунты сайты кіргізбесе, онда мына осы Сингапур дегеннен кіріп скачать ете беруге болады. Екеуінің разницасы жоқ. Енді қараңыздар, мына сайт ашылды уже. Осы жерден скачать деген бөлімге өтеміз. Скачать деген бөлімге өткен кезде сізде қандай ноутбук, соған сәйкес MacBook болса App Store'ды тартасыз, MacBook болса iPhone Max тартасыз, iPhone болса App Store тартасыз, Google Play болса Google Playмен тартасыз. Егер сізде планшет болса, мен Windows тартамын. Менде кәдімгі ноутбук Windows орнатылған, сол себептен осыны тартамын. Осыны тартқан кезде автоматически бізге Weibo скачать етіледі. Мына жақта загрузка болып жатыр. Міне мына сайт ашылмайды. Көбінесе ашылмайды негізі ноутбуктарда. Сол себептен бұл сайтқа мән бермеңіздер. Мынау поискқа жазған кезде SG деп қосылып тұрады ғой, Сингапур деген. Осы Сингапурды жазып ала берсеңіздер болады. Бізде скачать етіліп жатыр, загрузка болып жатыр. Міне загрузка болды, бітті, готово деген кезде осыны үстін басамыз. Қараңыздар, жаңағыда бірдеме шықты, бір уведомление, яғни компьютеріңізға жесткий дискқа орнатуға бола ма деген сияқты. Мен да деп белгіледім. Сіздерде сондай шықса, да деп белгілейсіздер. Одан кейін осындай панель шығады. Сіздерге көрініп тұр ма? Қазір міне осындай шықты. Осы жерден next басамыз. Next install деген басамыз. Яғни біз компьютерға жаздыруға рұқсат беріп жатырмық. Установить дегенді білдіреді мынау installing деген сөз. Яғни компьютерға орнатып жатырмыз. Егер орнату барысында бір разрешение сұраса, сіздер разрешить деп баса беріңіздер. Ол ноутбукқа ешқандай зияны жоқ. Финиш деді, все. Енді бізде автоматически қазір Weibo ашылады. Қазір ашылған Weibo'ды көрсетемін. Міне менде Weibo тұрғандықтан осындай экран болып ашылды. Бірақ сіздерде қандай экран болып ашылатынын қазір көрсетемін. Мына жерде сеттинг деген бар. Осы жерде сіздерде ақ болып тұрады. Ақ болып тұрады, Weibo. Ақ болып тұрған кезде сіздер осы мынау настройка бөлімі бар ғой, ең астында оң жақ бөліктегі панельдің ең астында настройки бар, сеттинг деп тұрады. Weibo'дың ішінің бәрі ағылшынша, одан қорықпаңыздар. Осы жерден мысалы үшін мынау ең қарасын таңдаймын мен. Ең темный қарасын және green up, red down дегенді қоямын астында. Егер сіздер мына yellow'ды қойсаңыздар, оранжевый болып кетеді, қызыл свечаларыңыз. Бізге тек қана мынау green up, red down'ды ғана керек. Осыны қоямын.
Все, менде уже қызыл қара қызыл жасыл свечер және қара не болып тұр, аккаунт болып тұр, иә, қара маркет болып тұр. Енді қазір мен сіздерге мына кереметтің бәрін өшірейін да басынан бастап көрсетемін, не бар не жоқ. Енді қарасаңыздар, Weibo аккаунтта мынау чарт деген бөлім бар. Чарт деген графикті көрсетеді, иә. Бізде TradingViewда супер график деп тұрды ғой, мына жерде чарт деген осы супер график. Мына төбесіндегі нәрселер бізге қажет емес. Біз осы тек қана чарттың ішіндегі мына инструменттерді пайдаланамыз және астында таймфреймдерді пайдаланамыз. Енді оны қалай пайдаланамыз? Чарттың ішіне кірген кезде поиск бар. Осы поискқа любой акцияның тикерін жазасыз да, акцияның энтерді бассаңыз, акцияның графигі шығады. Одан кейін осының астында бірінші нәрсе бұл индикатор. Индикатор дегеніміз бізге қосымша құралдар. Жаңа TradingViewда тоже индикатор болған еді. Бұл жерде индикаторлар бар. Мысалы үшін индикаторды қоссаңыздар, осылай әртүрлі индикатор қосылады. Бұл жақта шексіз қосыла береді. TradingViewда екі индикатордан артық қосылмайды бесплатный версияда. Оны өшіру үшін қайтадан осы индикаторлардың бөліміне жақындасаңыздар, қасына X деген шығады. Осы X-ті басып өшіріп тастайсыздар. Енді сіздерде бірінші Weibo тартып тұрған кезде мынандай technical signal деген ішінде барлықтарына мынандай галочка басып тұрады да, и сіздерде мынандай зеленый дөңгелектер шығып қалады, қазір көрсетемін. Вот сондай дөңгелектерді алып тастау үшін мына техникал сигнал дегенге кіресіздер да, былай ішіне кіріп барлық галочканы алып тастайсыздар, сол кезде олар кетіп қалады. Мына бізде MACD деген индикаторда жазылып қалды, оны да өшіріп тастаймыз. Енді мына жерде карандаш бар. Индикатордан кейін екінші бөлім карандаш. Бұл карандаш инструменттер панелін шығарып береді бізге. Карандашты басып жабылып қалады, қайтадан бассақ шығады. Бұл жерде қандай инструменттер бар? Тренд сызатын сызық, горизонтальный, вертикальный, мынандай полный линия, иә. Осылай сыза бересіздер. Тренд линияны таңдасаңыздар, осылай тренд сызасыздар. Мынандай горизонтальный линия таңдасаңыздар, уровень сызасыздар. Екіншісінде канал, параллель дейді, канал сызатын бар. Одан кейін мынандай консолидацияны көрсететін бар. Төртбұрыш солар, иә. Одан кейін мынандай тренд канал сызсақ болады. Одан кейін мына жерде тоже Fibonacci деген сияқты нәрселер бар. Оны Ұлжан ханым сабақта кейін көрсетеді, Fibonacci'ді. Енді осылай бір-бірлеп өшіруге болады. Егер қажет емес, дұрыс емес сызып қойған болсаңыз, немесе корзина бар, корзинаны басып общий өшіре салуға да болады. Одан кейін мына жерде мысалы мына Fibonacci'лар бар. Одан кейін текст бар. Тексттің қасында астында мына запись жазсаңыз болады, текст жазсаңыз болады. Әртүрлі текст окей бассаңыз, мына жерге сохранить етіліп қалады. Және карандаш бар, кисть бар. Осы кистьпен былай белгілеп алуға болады. Кистьті екі рет бассаңыз тоқтап қалады. Мысалы белгілейсіз, тағы бір рет бассаңыз тоқтап қалады. Осылай белгілеп алуға болады. Енді мына жерде указатель бар, осындай стрелкалармен көрсетіп қойсаңыздар болады. Қажет емес болса, барлығын өшіріп тастауға болады. Енді одан кейін мынау свечи, бары деген сияқты бізге тек қана осы японский свечи ғана керек. Осыны белгілейміз. Мына жерде окошкалар бар. Окошко дегеніміз не? Мысалы, мына бір терезе болып тұр, бір ғана график көрсетіп тұр. Біз осыны екі терезе қойсақ, мына жерге символға басып, басқа мысалы Nvidia-ны бассақ, бізге екі компанияның нелерінің графигін көрсете береді. Екі окошкада көрсете береді. Көрдіңіздер ме? Осыны тоже былай кішірейтіп, үлкейтіп қарай беруге болады. Немесе біз 4 окошко қойсақ, 3 окошко қоюға болады. Мына жерге тоже екі компанияның несін қоясыздар. Немесе 4 окошко қоюға болады. 4 окошко қойған кезде де 4 түрлі компанияның графигін осылай қарап отыруға болады. Өте ыңғайлы, бұның бәрін қолдануға тегін қолдана бересіздер. Енді
Так, бұлардың барлығы бізге қажет емес қазір. Сіздерге енді көрсететін нәрсе. Мына жерде мысалы үшін индекстер бар. Спай индекстер, NASDAQ бізге қолданатын спай S&P 500 және NASDAQ-ты ғана біз қолданамыз. Осы жерден олардың графигін ашып, өсіп жатыр ма, құлап жатыр ма тоже қарай алсаңыздар болады. Жоғары жақтан бізге керек нәрселердің бәрін айттым. Енді бізге керек нәрсе астында таймфреймдер бар. Мына интервал деген жерде таймфреймдер бар. Осының соңында мынандай стрелка тұр. Осы стрелкаға бассаңыздар, міне бізге керек 1 минут, 5 минут, 15 минут керек емес, 30 минут керек емес, 1 сағат, 4 сағат, 1 күн, апта және ай керек. Осыларды басып қоясыздар, звездочка басып қойсаңыздар, осы жерде панельге шығып тұрады сіздерде. Одан кейін мына жерде мынау қызыл жасыл свеча объем көрсетіп тұр. Бұны индикатордан объем волюм деп қосып алсаңыздар болады. Индикатордан мына волюм қоссаңыздар осылай шығады. Енді мына жерде бағалар көрініп тұрады. Қазір бізде мына жерде индекс көрсетіп тұрғандықтан индекс керек емес. Міне именно Тесланы жазсақ, тек қана бағалар көрсетіп тұрады. Тоже қозғалту үшін бағаларға барасыздар да, мынау ненің мышкасын роликті ары бері жылжытасыздар. Мына сол жақ батырманы бассаңыздар, осылай ары бері жылжиды. Мына жақта панельдерді сіздерде былай тұруы мүмкін, былай плюсты қысқартып тастасаңыздар болады. Ол бізге қажет емес. Так, Weibull'дан қажет нәрселердің барлығын айттым. Weibull'да тоже скринер бар. Мына жерде акция іздеуге болады. Акция іздеуді кейін айтамын сіздерге скринер сабағында. Бізге сток деген ғана керек. Сток дегенді бассаңыздар, қайтадан біздің супер график ашылады. Мына жерде тоже котировки бар. Watchlist деген, яғни біздің мысалы үшін бір компанияның акциясын іздедіңіз. Міне Tesla бар, мен басқа компанияның акциясын жазып көрейін. Мысалы үшін Nvidia-ны жазамыз. Супер графикті ашамыз. Одан кейін осы поискқа жазылып тұрған жерде мынандай екі сызық тұрады. Осы ақ екі сызықты бассаңыз, мынау add symbol деген тұрады. Осы плюсті басасыздар, Nvidia-ның үстіне звездочка басып, менің watchlist'іме сақта дейсіз. My watchlist дегенге сақтап қоясыз. Сол кезде сізде Nvidia мына жақтағы панельде сақталып тұрады. Осылай өздеріңізге қажет акцияларды сақтап алсаңыздар болады. Қайта-қайта тикет ұмытып қалған кезде іздеп жүрмес үшін осылай сақтап алсаңыздар болады өздеріңізге. Так, Weibull туралы барлық ақпаратты айттым. Қалған ақпараттар керек емес. Weibullға тіркелудің қажеті жоқ. Тіркелмей-ақ осылай жұмыс жасай беруге болады. Тек қана скачать етсеңіздер болды. Так, барлықтарыңызға сәттілік. Ішіне кіріп қолданып жасап көріңіздер.